Ассалаумағалейкум, құрметті оқырмандар. Бүгін бізде кезекті подкастымыз. Бүгінгі бізде қонақта еліміздегі білікті жас мамандардың бірі, Астана қаласындағы Қамқор Астана қоғамдық қорының теолог маманы Сахан Дастан. Енді бүгінгі біздің подкастымыз, сұхбатымыз жалпы деструктивті ағымдар, соның ішінде Қазақстандағы деструктивті ағымдарға тоқталып өтетін боламыз. Олардың ерекшеліктері, белгілері, жалпы тарихы деген секілді. Енді Дастан мырза, алғашқы сұрақты, енді біз деструктивті ағым деп жиі айтып жатамыз ғой. Бірақ осының ұғымын, мән мағынасын көбісі түсіне қоймайды. Осы деструктивті діни ағым дегеніміз не? Соған тоқталып өтсеңіз, және де Қазақстандағы осы деструктивті ағымдардың даму тарихына, қалыптасуының жайлы бір айтып кетсеңіз. Рахмет шақырғандарыңызға. Қош болдық бізде. Енді жат діни ағым деп айтып жатамыз, деструктивті діни ағым деп айтып жатамыз. Енді әртүрлі атаулар қолданып жатамыз. Енді түбі бізде дінге қатысты дәстүрлі дін деген терминді қолданып жатамыз. Ортодоксальный религия деп айтамыз, дінтанушылық термин айтқанда. Яғни қандай да бір діннің тарихи тұрғыдан келе жатқан бір формасы болады. Ол өз кезегінде тарихи тұрғыдан келе жатқаннан кейін қандай да бір аймақтағы, қоғамдағы салт дәстүрмен, әдет-ғұрыппен, сол мәдениетпен сабақтасып кетеді. Ал жат діни ағымдар, жаңағы деструктивті діни ағымдар деп айтамыз, көбінесе осының барлығын жоққа шығарып, қоғамда бір оқшауланып, ерекшеленіп, мәдениетті жоққа шығарып, көбінесе қоғамда осындай қақтығыстарға туындататын діни топтар деп айтсақ болады. Қоғамда осындай бір діни топтар бар, өкінішке орай оларды енді әртүрлі атаулармен айтып жатады. Негізі осы деструктивті діни ұғым деген осыған байланысты енгізілген. Яғни қоғамнан бір оқшауланып, қоғамда білік туғызуға бағытталып, отбасылық құндылықтар, біздің өзіміздің құндылықтарымыз бар, отбасылық құндылықтар бар, отан деген құндылық бар, мемлекет деген құндылық бар деген сияқты білім алу, оның барлығы құндылық, соның барлығын жоққа шығаратын діни топтарды деструктивті діни ағымдар деп айтады. Әрине ол қандай да бір дінге, қандай да бір бағытқа, қандай да бір деноминацияға қатысты емес, ол жалпылама атау. Егер де қандай да бір діни топтар тарапынан мемлекетімізге қарсы бағытталған, осындай жоғарыда айтып өткен құндылықтарды жоққа шығаратын сипаттар анықталып жататын болса, ондай діни топтарды біз деструктивті діни топтар деп айтып жатамыз, термин ретінде айтатын болсақ. Ал енді нақты Қазақстандағы жағдайға тоқталып өтетін болсақ, елімізде тәуелсіздік алғаннан кейінгі жылдары діни бостандыққа қатысты заң болды, білесіздер, діни қызмет және діни бостандық, яғни кез келген шетелдердегі әртүрлі миссионерлер өздерінің діни бағыттарын елімізге келіп емін-еркін насихаттауға мүмкіндік алды. Бұл алғашқы осы тәуелсіздік алғаннан кейінгі жылдары қабылданған бұл заңның нәтижесінде елімізде әртүрлі діни топтардың саны күрт өсіп кетті. Оның ішінде деструктивті діни ағымдар да болды. Оның енді түрін түстеп сипаттайтын болсақ, біз білеміз, өздерінің сәләфиміз деп айтатын діни топтар да келді. Енді ислам дініне қатысты айтар болсақ, одан бөлек бізде белое братство деген бар, аумс энрике деген бар, басқа жаңағыдай әртүрлі діни топтар. Қазіргі уақытта енді олар экстремистік деп танылды заңның аясында. Кейіннен осы заңға өзгерістер енгізіліп, діни бірлестіктерді тіркеуге қатысты белгілі бір шектеулердің нәтижесінде олардың саны азайды. Дегенмен де осы бастапқыдағы заң бойынша заңның жеңілдігінің себебінен деп айтуға болады, олардың саны күрт өсіп кетті. Және де рухани бір ашық қоғам бізде болды, білесіздер, дінге қатысты қысым болғаннан кейінгі, Совет үкіметінен кейінгі заманда дінге жаппай қызығушылық туындаған кезде жалпына әртүрлі миссионерлік уағызшылардың айтып жатқан уағыздарына деген қызығушылық, оның барлығы осы қоғамдағы деструктивті діни ағым өкілдеріне жақсы бір почва деп айтамыз ғой, жақсы бір кеңістік болды. Олар өздерінің уағыз насихаттарын емін-еркін таратып, халықтың да діни сауаты әлсіз болған кезде осындай бір діни топтар қаптап кетті. Батыс дінтанушылар да айтады, кез келген жаңадан пайда болған діни ағымдар қай кезде пайда болады дейтін болсақ, дәстүрлі діни мектептер әлсіреген тұста дейді. Дәстүрлі діни институттар әлсіреген кезде сондай діни топтар пайда болады. Енді біз сол тәуелсіздік алған жылдары дәстүрлі діни мектептер енді қалыптасып жатты. Олар өздерінің қызметтерін енді бастап жатты. Мамандардың жетіспеушіліктері бар, әлі жүйе қалыптаспаған. Осының салдарынан дәстүрлі институттар, яғни мешіттер, медреселер,
біздегі Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы енді қалыптасып жатыр. Онда әлі маман тапшылығы бар. Одан бөлек жаңағы ортодоксалды бізде православ христиандықтың онда сондай жағдай болып жатты. Яғни осындай бір уақытта жат діни ағымдар бір жаңбырдан кейінгі саңырауқұлақтар қаптағандай сондай қаптап кетті. Енді мына Америкадағы 19 ғасырдың екінші жартысымен салыстыруға болады. Сол уақыттарда да мысалы әртүрлі білесіздер, Америкада да әртүрлі секталары дейді ғой, секта деп айтқан. Секта деген сөз жалпы қолданылды сол уақыттарда. Әртүрлі діни топтар, протестанттық діни ағымдар қаптап кетті, иә. Мысалы сол кездегі бір сол діни ағымдардың айтқан бір өкілінің бір айтқан сөзі бар ғой, байығың келсе өзің діни ойлап тап деген сияқты, иә. Миллион тапқың келсе сондай дін ойлап тап деген сияқты. Саентологтардың негізін қалау үшін айтқан осындай бір сөзі бар. Сол кезде енді әртүрлі діни топтар қаптап кетті. Дәл сондай жағдай Қазақстанда да болды. Біздегі 21 ғасырдың ең бірінші 2000 жылдар, 90 жылдардың аяқ жағында осындай жағдай бізде елімізде орын алды. Сол, яғни ақш-тағы сондай жағдаймен салыстыруға болады. Енді сондай ситуация бізде әртүрлі діни топтардың көбеюіне алып келді деп айтса болады. Түсінікті. Шын мәнінде жаңа жақсы айтып кеттіңіз, салыстырмалы түрде беріп кеттіңіз Америкамен, иә. Енді сол Америкада болсын, Европада болсын, сол католицизм секілді дәстүрлі негізгі, иә, өздерінің діндері, енді секуляризм деп шығарды, дін мен ғылымда бір-біріне қарама-қайшы қойды сөйтті да, дәстүрлі діндерінің ықпалы азайған кезде айтқандай көбейіп кетті. Дәл осы жағдай енді Қазақстанда да орын алды 90 жылдары, иә. Енді кеңестік кезеңмен салыстырамыз, жаңа өзіңіз айтқандай біраз азаматтар дін іздеп шетелге кетті, елімізге келді, түрлі миссионерлер, иә, әртүрлі бағытта. Мамандардың жетіспеуі, былайша айтқанда қорытындылау қысқаша айтатын болсақ, осы жағдайлар Қазақстанда дәстүрлі діни бағыттағы дәстүрлі діни көзқарастардан бөлек әртүрлі деструктивті ағымдарда кіріп өздерінің жұмыстарын жүргізді дейсіз ғой. Енді өз сөзіңізде сәлефизм деп айтып кеттіңіз бір сөзіңізде. Енді бәрімізге белгілі, Қазақстанда деструктивті, экстремистік, радикалды ағымдар деген кезде осы бір уахабизм идеологиясымен байланыстырып жатамыз кейбір дүниелерде. Сон жақтастармен немесе әртүрлі ИГИЛ, Аль-Каида секілді, табиғи жамағат болсын, басқа да әртүрлі ағымдарды айтып жатамыз. Енді мынау уахабилік идеологиясын жалпы бұның мән мағынасы қандай, бұл Қазақстандағы ерекшеліктері қандай, соған бір тоқталып кете аласыз. Біз енді бөліп жатамыз ғой, мадхалиттер, суриттер, такфириттер деп, осыған бір қысқаша анықтама беріп кетсеңіз бұл дүниеге. Уахабизм дейміз, сәләфизм дейміз. Енді сәләфизм деген олар өздерінің, сәләфи деген атау өздеріне қойған атау, уахабилік деген олар қатысты сыртқы оппоненттары қолданатын термин деп айтса болады. Енді дәл бүгінгі күніміздегі сәләфизм түрі ол негізі 19 ғасырда Мұхаммед ибн Абдул-Вахаб тарапынан жаңағы бастау алды. Сол кісінің идеологиясымен бастау алды. Мұхаммед ибн Абдул-Вахаб Сауд Арабиясының Хижаз аймағы деп айтады. Сол Нежд аймағы деп айтылады. Нежд аймағында өзінің призыв дейді ғой, дағуатын, насихатын бастады. Сол уақыттарда көп араб халқы сол уақыттағы билікте отырған Осман әулетіне наразылығы, және де соларға Осман әулетіне қарсы қарулы көтерілістердің басталуы осы Мұхаммед ибн Абдул-Вахаб есімімен байланысты негізінде. Мұхаммед ибн Абдул-Вахабтың идеологиясы Осман әулетіне қарсы соғыста басты идеология назарға алынды. Жалпы мұсылманға қарсы қару көтермейді негізінде, мұсылманға қарсы соғысу ауыр күнә болып есептеледі. Дегенмен де ол жерде қандай мәселе болды? Ол жерде такфир деген мәселе болды. Яғни мұсылманды кәпірге шығару. Мұсылман былайша айтқанда бірден өзінің қаруын алып басқа бір мұсылманға жүгірмейді. Бұл кезде идеология керек болды. Яғни оларға қарсы шығу үшін идеология. Енді Мұхаммед ибн Абдул-Вахабтың идеологиясы осы тұста Осман империясын құлату үшін, Осман әулетін құлату үшін бір керемет, бір өздері ойлап тапқан бір сондай бір керемет идеологиясы болды.
қару ретінде пайдаланды. Оларды кәпірге шығарды, яғни олар мұсылман емес, олар кәпір, олардың мал мүлкі, олардың жаны бізге адал, біз олармен соғыс жүргізе аламыз деген идеология болды. Тіпті сол Мұхаммед ибн Абдул Вахабтың жазған еңбектері бар, үш негіз, китабы таухид, кашфу шубухат деген атаулармен белгілі. Олардың барлығы елімізде экстремистік деп танылған. Сол кітаптарында сол кездегі әртүрлі Осман империясындағы сопылық тариқаттарға, сопылық бағытындағы ғалымдарға қатысты сыни пікірлерін білдіріп, оларды кәпірге шығарып, тіпті оларды сол Мұхаммед пайғамбарымыздың заманындағы мүшриктерден де өткен жаман, олар одан да өткен адасқан деген сияқты пікірлер айтқан. Сондай бір идеологияның жаңағы аясында қарулы қақтығыс, қарулы соғыстар орын алады. Кейіннен олар білесе ағылшындардың көмегімен билікке келеді. Қазіргі уақыттағы Сауд Арабиясы солай билікке келген. Әлі күнге шейін сол өздерінің жаңағыдай Осман әулетінен тәуелсіздік алған күніміз деген сияқты Яумул Ватан, отан күніміз деп аталатын бір мерекелер де бар. Енді көбінесе осы қазіргі уақыттағы біздің мемлекеттік мерекелерімізді жоққа шығаратын осы сәләфилік ағым өкілдеріне оларға қатысты айтамыз. Сауд Арабиясының өзінде сол сәләфизм ұстанатын өздерінің мемлекеттік мерекелері бар. Олар айтады, бізде тек діни мереке ғана бар. Екі діни мереке ғана бар дейді, Құрбан айт пен ораза айт дейді. Одан басқа мерекелердің бәрін атап өтпейміз. Олардың барлығы бидағат, дінге жаңадан енгізілген жаңалық деп айтып жатса, дегенінде сол сәләфилікті ұстанатын Сауд Арабиясының өзін қарайтын болсақ, осындай бір мерекелері бар. Яғни діни мерекелерден тыс мемлекеттік мерекелер де бар. Бізде өкінішке орай жаңағы осы сәләфизм ағымы тараған кезде көптеген діни түсініктер, исламдық діни түсініктер бұрмаланып кетті деп айтса болады. Осының нәтижесінде өкінішке орай тарап отыр. Енді оларда енді сәләфизм ағымы да өкінішке орай жаңағыдай әртүрлі топтарға бөлініп кетті, елімізге тарап. Енді бұны не нәрсемен байланыстыруға болады? Жалпы исламда оны исламдағы негізгі дерек көздер болып табылатын Құран мен хадисті түсіндіретін өзіндік мектептер бар. Мысалы, христиан дініне айтатын болсақ, бізде католицизм мен православ деген ең жаңағы үлкен бір екі бағытқа бөлінеді ғой. Сондағы мысалы католицизмді қарайтын болсақ, ортодоксалды католицизм мектебінде өзінің бір түсіндіретін, жаңағыдай Рим папасының бір түсіндіретін, қасиетті мәтіндерін түсіндіретін өзінің бір әдіснамасы, сондай бір қалыптасқан ғылыми негіздері. Ал кейіннен мысалы бөлінген протестантизм бағытында сол католицизмдегі жаңағы дәстүрлі түсіндіретін мектептерді жоққа шығарудың нәтижесінде діни мәтіндерде әртүрлі интерпретациясы пайда болды. Одан кейін протестантизмде қарап отырсақ, қазіргі уақытта көптеген діни бағыттар бар. Мысалы, бізде елімізде 18 конфессия тіркелген болса, протестантизм бағытын жалпылама алғанда оның ішінде ұсақ-ұсақ әртүрлі топтар өте көп. Сол сияқты сәләфизмде де дәл сондай көрініс болды. Олар мысалы бізде исламда 4 мазхаб деген ұғым бар. 4 мазхаб, енді ол төртеуі де негізі бір бағыт деп есептеледі. Себебі ол әртүрлі кейбір діни мәтіндерінде кейбір ерекшеліктер болғанмен түсіндірмесінде. Бірақ жалпылама пайғамбарымыздың заманынан бері келе жатқан өзінің иснат деп айтады, яғни ғылыми тізбегі бар келе жатқан дәстүрлі діни мектептер осы төртеу. Ал сәләфизм осыларды жоққа шығарып, өзінше бір басқа бағыт ұсынуда. Жаңағы Мұхаммед ибн Абдул Вахабтың өзінің жаңағыдай жақтастары бір діннің реформатор, исламның реформатор ретінде қараған тіпті. Біз таза дінді ұстанушы, мына осы уақытқа дейін дін жаңағыдай лайланып кетті, біз таза бұлақ, яғни сәләф дегеніміз ол алдыңғы буын, өткен ғасырға, жаңа пайғамбарымыздың әуелгі ғасырлары деген мағынаны білдіреді, сол ғасырда өмір сүргендерді. Міне біз дінді солардан алуымыз қажет. Мына кейінгі мазхаб ғалымдардың барлығы шамалы шатасып кеткен, дінді шамалы бұрмалап жүрген деген сияқты көзқарасты ұсынып, сөйтіп былайша айтқанда фундаменталистік көзқарасты ұсынылатындар. Қазіргі уақытта да мысалы оның қарама-қайшылық түсетін себебі көп жағдайда қазіргі қоғамдағы болып жатқан реализм мен қарама-қайшылыққа түсетін себебі олар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам заманындағы тура сондай дінді ұстанғысы келеді. Исламның сондай бір формасын ұстанғысы келеді. Дегенмен де қазіргі уақыттарда жағдайдың өзгеруіне байланысты осындай бір қарама-қайшылықтар туындайды.
қарапайым мысалы киім үлгісіне қарайтын болсақ та, олар қазіргі уақытта мысалы пакистандық киім үлгіні, арабтардың киетін киім үлгісін киіп алып, міне сүннет киім деп ойлап жүр да мысалы. Бірақ ол киім пайғамбарымыздың киіміне нақты келе ме? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ол нәрсені міндеттеді ме деген сияқты сұрақтар бар. Жалпы қоғам болады, халықтардың өзінің салт дәстүрі болады, оның барлығын ислам діні жоққа шығармайды ғой. Сондықтан да дәл сол бір нәрсені, мына бір форманы алып кеп, мысалы бір діни ұстанатын бір форманы алып кеп қатып қалған. Сол форманы алып кеп біздің қоғамға алып келетін болса, ол деструктивті сипат ретінде қарастырылуы мүмкін. Мысалы ниқаб кию деген сияқты. Ниқаб ол Сауд Арабиясында бір қалыпты киім болуы мүмкін, оған байыпты нормальный қарайды да былайша айтқанда. Ал оны біздің қоғамға алып келсе, оны біздің қоғамның өзіміздің дәстүріміз бар, өзіміздің менталитетіміз бар, бізге келмейді. Мысалы сондай моменттер болуы мүмкін. Ол заң жағынан да қарайтын болсақ, қылмыскерлер солай өздерін жасыруы мүмкін деген сияқты. Сондай мәселелерді ескермеудің салдарынан осындай сәләфизм ағымы бізге жат болып отыр. Енді кейіннен сәләфилік топтарда бөлініп кетті өзара. Оның енді әртүрлі айтатын саяси себептері өте көп. Негізгі идеологиясы, сол мен басында айтып өткен Мұхаммед ибн Абдул-Вахаб, кез келген сәләфи, өзін сәләфиміз деп айтатын адам, осы міндетті түрде Мұхаммед ибн Абдул-Вахабтың кітаптарынан сусындайды. Сол үшін де олар, соған барып тіреледі. Сол үшін де оларға қатысты уахабилер деген атау қолданылады. Уахабилер деп айтса көбінесе жаңағыдай ренжіп жатады, олар өздеріне айтсаң, бір оскорбление ретінде қабылдайды. Бірақ олардың шейх деп айтатын Ибн Баз, Фаузандарға қатысты осы сұрақ қойылған кезде біздерде уахаби деп айтады. Ол қаншалықты дұрыс десе, оны с гордостью носите это имя деген ғой. Ол атауды мақтанышпен өздеріңе ұстап жүріңдер дейді. Ол ешқандай оскорбление емес дейді. Сондықтан да мысалы ханафи деп айтады, мысалы ханафи мазхабын ұстанушылар. Сол сияқты Мұхаммед ибн Абдул-Вахабтың жолын ұстанатындарды уахабилер деп айтады. Енді ол кейіннен әртүрлі бағытқа бөлініп кетті. Оның саяси да себептері болды. Сауд Арабиясында мысалы орын алған кейбір жағдайлардан осындай екі топ қалыптасты. Матхалиттер деп айтамыз, және де ас-сахва деп айтып жатады. Сахва деген қозғалыс сол Сауд Арабиясына қарсы оппонент ретінде Сауд Арабиясында корольдік тарапынан қолдау тапқан матхалиттік ағымына оппонент ретінде ас-сахва деген қозғалыс болды. Яғни ол оппозициялық қозғалыс ретінде қарастырылады. Осындай екі топ пайда болды. Ол екі топта Қазақстанға келді. Қазақстанға қалай келді дейтін болсақ, әртүрлі жолдары бар. Енді оны біріншіден сол жаққа тәуелсіздік алған жылдары мамандардың жетіспеушілігі, діни білім алатын бізде институттар жоқ қой. Ол кезде Нұр-Мубарак университеті әлі жоқ, мысалы діни оқу беретін. Қазіргі сияқты біздің университеттерде ислам тану, дін тану, теология деген сияқты мамандықтар әлі ашылмаған. Сол уақыттарда діни білімді іздеген көптеген біздің жастарымыз қайда барады? Біреулер Өзбекстанға барады, біреулер Турцияға барады, біреулер Сауд Арабиясына барады, әртүрлі жерлерге барады. Енді ол жақтарда діни білімді бұған дейін діни білімнен былайша айтқанда базасы болмаған, ешқандай фундаменті қалыптаспаған жастар губка сияқты бәрін сіңіре береді. Ол жердегі қоғам, мысалы араб еліне баратын болса, ол араб елінің мәдениетін де өзіне сіңіріп келеді. Мынау дін екен ғой деп ойлайды. Арабтардың өздерінің ұстанып жүрген дәстүрлерін. Соның барлығын сіңіріп келген біздің шетелде оқыған жастарымыз Қазақстанға келеді де әртүрлі діни бағыттарды насихаттай бастайды. Соны дін деп түсінеді. Арабтың дінін, арабтың дәстүрін дін ретінде қабылдап келді ғой. Тек қана арабтың дәстүрін, біреулер Турцияда оқығандар, мысалы Турцияның бір мәдениетін алып келді өзіне. Яғни біз мына нәрсені түсінуіміз қажет. Дін қандай да бір қоғамда өзіндік бір ерекшеліктер болады. Мысалы малайзиялық бір мұсылманды алып кеп, Турциядан бір мұсылманды алып кеп, Арабиядан бір мұсылманды алып келсеңіздер, бәрінің сенетіні бір құдай, барлығының еретіні бір пайғамбар, бірақ дәстүр деген нәрсе бар, мәдениет деген нәрсе бар, және де жаңағыдай менталитет деген нәрсе бар. Ол жағынан ерекшеліктер болады бәрібірде. Оның киімінде, жүріс-тұрысында, сөйлеу мәнерінде, дінді атқару жоралғыларында деген сияқты сондай нәрсе ғой. Барлығының жаңа ұстанатын бір құдай. Осы нәрсені айтып жатсам, көбісі адамдар түсінбейді. Ислам деген ол бір, сендер дәстүрлі дін, андай дін деп бөліп жатасыңдар деп. Ислам деген ол бір, бірақ исламды ұстанатын адамдар әртүрлі. Сол нәрсені түсінбейді. Сондықтан да осы нәрсені жеткізгіміз келеді, халыққа көбінесе айтып. Сондықтан да елімізге осындай бір әртүрлі шетелден оққан жаңағыдай діни білім алып келген жастарымыз, біреулер басқа бағыт алып келді, біреулер басқа бағыт алып келді, сөйтіп елімізде бір дін кеңістігінде әртүрлі топтар осылай көрініс таба бастады. Енді бұл бірінші себебі деп айтатын болсақ. Екінші себебі де бар. Ол жақтан
саяси жағын қарау қажет. Саясатта лоббирование дейді ғой, лобби деген ұғым бар, иә. Әртүрлі сырттағы фракциялар, сырттағы мемлекеттер өздерінің мүдделерін қорғау мақсатында дінді инструмент ретінде пайдаланады. Мақсатты түрде кейбір діни топтар кіргізілді. Сыртқы жаңағыдай әртүрлі фракциялардың әрекетімен еліміздегі бір өздерінің мүддесін қорғайтын топтар жүрсін деген мақсатта. Немесе басқа да жаңағыдай алауыздық туғызу мақсатында кейбір діни топтар сыртқы елдер тарапынан мақсатты түрде кіргізіледі. Ондай да жағдайлар бар. Шпиондар да болуы мүмкін. Шпиондардан бөлек ол діни топты ұстанатын адам өзі де білмеуі мүмкін, біреудің жаңағы жетегінде бір саясаттың мүддесі екендігін. Дін жолында жүрмін деп ойлайды. Дін жолында жүрмін деп ойлайды, бірақ мысалы нақты бір мақсатты түрде бір адамдар, уағызшылар келіп сол нәрсені насихаттайды. Мысалы елімізде Таяу Шығыс аймағына кеткен өзіміздің отандастарымыз бар, иә, Сирия аймағына кеткен. Бұған дейін Ауғанстанға кеткендер болды, мысалы Вазиристан деп атады. Джихад жасаймыз деп, кімнің Талибанның кезінде, қазіргі Талибан емес, алдыңғы Талибан кезінде, өйткені қазір екі Талибанды бөліп қарастырамыз ғой. Бен Ладеннің кезінде сол жаққа аттанған отандастарымыз да болды. Бұл Сириядан бұрын болды. Одан кейін Сирияға кетті, мысалы, отандастарымыз. Бұның барлығы негізі сол жаққа барып келген азаматтардың өзімен сөйлескен кезде олар айтады, бұл саясат дейді. Ол жақта болып жатқан ойындар үлкен саяси ойындар екен дейді. Оның көзі жетіп келе жатыр да, олар барып соған өздерінің саяси бір ойындардың құрбаны болғандығын түсініп жатқандар да бар. Бұл екінші жағы деп айтса болады. Яғни саяси ойындардың әсерінен кез келген бір діни топ Қазақстанда жүр ма, демек оны сырттан басқаратын бір мемлекеттер, фракциялар бар деген ұғым нәрсені жеткізгім келіп отыр. Мысалы, сол матхализмді айтар болсақ, оны қазір айта берсек үлкен әңгіме, осы 2017 жылғы болған Ливиядағы қарулы қақтығыстарды айтса болады. Ол жерде мысалы нақты матхалит ағыммен сол жақта байланысты бір нәрсе болды. Мысалы, Халиф Хафтардың оқиғасы, Ливиядағы Каддафидің биліктен құлауы, одан бұрын мысалы сол кездегі азаматтық соғыс, ол жерде нақты осы салафизм ағымының өзін байыптымыз деп айтатын матхалиттік ағымның жаңағыдай әсері болды ол жақтағы қарулы қақтығыстарға. Сондағы қарулы байыпты формасында жүрген салафилердің бірден радикалдануы Сауд Арабиясында отырған бір шейхтің пәтуасымен байланысты болды. Сол жақтағы Рабиғал Матхали деген өздерінің мойындайтын авторитетіне бір шейхтары бар. Соның бір пәтуасының нәтижесінде сол уақыттағы действующий дейді ғой, билікті қолдап отқан матхалиттік жамағат оппозицияны қолдап кетті. Сөйтіп қарулы қақтығысқа алып келді сол халық. Бізде елімізде мысалы осыны ақтайтындар бар, жаңағыдай бәріне бірдей баға беруге болмайды. Матхалиттер бөлек, суреттер, такфириттер бөлек деген секілді. Өзім осы салада келіп жүрген мамандар да айтады. Яғни онда жаңағы жағдайдан кейін қаншалықты ол дұрыс солай бөлген. Ақыры негізгі идеологиясы түбі бір болып тұрса, өз маман ретінде не ойлайсыз? Әрине, маман ретінде олармен жұмыс жасаудың ерекшеліктеріне олар бөлу қажет. Теолог мамандар, олардың мысалы такфирлік жамағат өкілдерімен сөйлескен кезде олармен басқаша сөйлесу керек. Мысалы матхалит өкілдерімен сөйлескен олармен басқаша сөйлеседі. Сол жағынан қарайтын болсақ, әрине ол жақта оларды бөліп қарастырған классификация болу қажет. Бірақ қауіп тұрғысынан қарайтын болсақ, қауіп тұрғысынан екеуінен де қауіп бар. Тек айырмашылығы біреуінің қауіпі жақын уақытта келіп тұр, біреуінің қауіпі кейінірек болады деген сияқты мәселе ғой жерде. Біреу әлі шабуылға әлі көшкен жоқ. Әзірше жақтастарын жинап жатыр деген сияқты мәселе болуы мүмкін. Спящая ячейка деген ұғым бар ғой бізде. Киноларда көбінесе батыстың киноларында көрсетіп жатады. Конспирация деген ұғым бар. Әзірше өзінің діни көзқарасын жасыра тұру, нақты өзінің мақсаттарын белгілі бір жаңағыдай белгілі бір мақсатына жетпей тұрып, өзінің көзқарастарын жасырып жүруі де мүмкін. Ондай да мәселе бар. Оны нақты ислам дінінде де оны тақия деп айтады. Мысалы, ат-такфир уал хижра өкілдері тарапынан осындай нәрсе болды. Өзін намаз оқымайтын бір зайырлы адам ретінде көрсету деген мәселе. Мысалы, бір қызық жағдай айтайын сізге. Сирияға аттанар кезде Сирияға аттанатын кейбір азаматтар сақалдарын қырып, орамал тағатын қап-қара ниқап киіп жүрген әйелдер ниқаптарын шешіп, шаштарын бояп, солай өткен границадан. Конспирация деген нәрсе ол. Яғни халифатқа жету үшін сол өздерінің айтатын ислам мемлекеті дейді ғой.
игилді ислам мемлекеті ол халифат деп есептеді ғой, соған жету үшін біз осындай айла тәсілдер қолдана аламыз деді. Яғни осыны айтып жататын болсаң, кейбір құқықтық орган мамандары түсінбей жатады, қалай ол сонда, олар өздерінің принциптерінің, принцип деген нәрсе ол төмен тұратын нәрсе, идеологиялық мақсат жоғары тұрады дейді әрқашанда. Ал оны діни жоралғы, намаз оқымай қоя салу, жаңағыдай өзінің көзқарасын жасыру үшін намазын да оқымай қоюы да мүмкін, шақалын да қырып тастау мүмкін. Тіпті жаңағыдай сол таяу шығыс аймағына кеткен азаматтармен қайтадан оралғандармен сөйлесіп жатқан кезде олар былай деп айтады: біз сол Сирияға кететіндерді сақалын қырып тастағаннан білетін болдық дейді. Сақалын қырып тастады ма, демек деп жаңағы мынау Сирияға кетейін деп жүр екен деп. Жаңағы өзі де айтады: мен бір бауырымыз сол сақалын қырып тастады дейді, сосын мен оған жақындадым дейді, брат мені де алып кетші деп Сирияға, сөйтіп айтқан екен. Сондай жағдайлар болған. Яғни бұның барлығы не нәрсені көрсетеді? Қазір өздерін байыпты ретінде көрсетіп, қазір өздерін бір басшыға лояльный, басшыға бағынамыз деп жүрген, бірақ идеология, сол сәләфилік, уахабилік идеологияны ұстанып жүрген азаматтардың астыртын жасырын мақсаттары болуы әбден мүмкін. Бұны мысалмен түсіндіріп отырмын да, яғни сыртқы көрініс ауыса береді, сыртқы көрініс ауыса береді. Идеология қауіпті болады. Бір дисқа жақта, өте жақсы бұл нәрсені қозғап кеттіңіз. Енді өзіңіз осы 16 бейімдеу дерадикализация саласында жалпы біраз жыл жұмыс жасап келе жатсыз, біраз осы жаңа айтып өткен идеология бағыттағы топтардың лидерлерімен де жолықтыңыз. Енді осы өзіңіздің тәжірибеңізде жалпы мүмкін ба олардың көзқарасын толықтай бейімдеу осы дәстүрлі исламға, болмаса жалпы бір қалыпты ұстап тұруға, бейімдеу, шын мәнінде олар өзгере ма? Ондай тәжірибеңізде болды ма, немесе көрген, сөйлескен сондай азаматтар болды ма? Және де осы азаматтардың ерекшелігі қандай, соған бір тоқталып өтсеңіз. Теологиялық бейімдеу, теологиялық оңалту, яғни көзқарасын бір формадан келесі бір формаға өзгерту, белгілі бір аргументтер келтіру арқылы, немесе жаңағыдай. Енді тек қана теологиялық оңалту ғана емес, ол жерде әлеуметтік оңалту дегенде болады, яғни психологиялық әртүрлі түрлері бар. Теологиялық оңалтуға қатысты тоқтала кететін болсам, негізі пайғамбарымыздан кейінгі сахабалардың заманының өзінде сондай оқиға болған. Яғни бұл теологиялық оңалтудың тарихынан кішкене тоқталып өтейін, ары қарай жалғастырып кетеміз. Мына исламда алғашқы радикалды топтар харижиттер деп аталады. Оның шығатындығын пайғамбарымыздың өзі жаңағыдай өзінің заманында айтып кеткен. Менің жаңағы үмбетімнен осындай бір топ шығады, олар намаздарын сондай бір қатты оқиды, жаңағыдай тырысып оқиды, оразаларын да сендерден де ерекше ұстайды. Бірақ олар ислам дінінен мына садақтың жебесі қалай шыққандай, солар ислам дінінен шығып кетеді. Олар көбінесе жас болады, олар көбінесе мұсылмандардың қанын төгуге әуесіп келеді деп, сондай бір радикалды діни топ шығатынын ескертіп кеткен. Оларды харижиттер деп айтқан, яғни исламнан шығып кеткен деген сияқты, шыққан деген сияқты, бір топтан бөлініп шыққан деген сияқты, хоража деген шығу деген сөзден шығып харижиттер деп атаған. Алғашқы харижиттер тобы Әлидің әскерінен бөлініп шығады. Сол кезде Абдулла ибн Аббас деген белгілі сахаба, өзі ғалым сахабалардың бірі болған, яғни дінде терең түсінік берген сахабалардың бірі, Алиден рұқсат сұрап, мен сол топқа барайын, мен олармен башқандай түсіндірме жұмысын жүргізейін деп өзі сұранып барады. Сонда Али айтады: сен оларға барма, мен қорқам дейді, сенің қауіпсіздігің үшін дейді. Жоқ, уайымдамаңыз, мен барам деп сөйтіп барады. Бұл оқиға хадистерде, риуаяттарда келеді. Сөйтіп харижиттік топқа барып, Абдулла ибн Аббас оның сипатталады, қалай киініп барғандығы, олармен қандай аргументтер келтіргендігі. Енді суть, бұл жер айтайын деген, оңалту жұмыстарының нәтижесі болады. Ол оңалту жұмыстары деген нәрсе болады, дискуссия деген болады. Сол кездің өзінде бірақ харижиттік топтан көпшілігі өзінің ұстанымында қалып, бірақ белгілі бір кішкене бөлшегі Алидің, Абдулла ибн Аббастың сөзін тыңдап, өзінің райларынан қайтқан дейді, радикалды көзқарастарынан. Демек, ол нәрсенің нәтижесі болады деген сөзді. Яғни бұл жұмсақ әдісі деп аталады. Оңалту жұмыстарының жұмсақ әдісі бұл жүзеге асырылатын нәтиже береді. Енді Қазақстанда болып жатқан оңалту жұмыстарының да оң нәтижелері бар. Тіпті қазіргі уақыттарда сол радикалды діни топтардың арасында жүріп, кейіннен белгілі бір теологиялық оңалту жұмыстарының нәтижесінде ол өздерінің бұрынғы ұстанған ағымдарының дұрыс еместігіне көзі жетіп, осы дәстүрлі діни білімді алып, керісінше қазіргі уақыттарда оңалту жұмыстарына өздері оңалту жұмыстарын жүргізіп жүрген азаматтар да бар.
Ондай азаматтарды қазір білемін. Қостанай қаласында мысалы бір азамат ағаларымыз бар. Бұрын сол бағытты ұстанған. Мен өзімен жекеде арасында сөйлесіп тұрамын ол кісіні. Астанаға да шақыруға да бірнеше ұсыныс тастағам. Ол нақты сол ағымда болған. Өзі экстремизм бойынша, терроризм бойынша сотталып шыққан. Іште барлығын біледі дейсіз ғой. Іште, ол жерде іште өздерінің кухняларын бәрін біледі. Және қазір уақытта оңалту жұмыстарына теолог ретінде түзету мекемелерінде оңалту жұмыстарын жасап келіп жатыр. Ондай азаматтарымыз бар. Өздерінің жаңа райларынан қайтты деген. Енді негізі білім алған адам нақты ислам дінін терең түсініп, оның қайнар көздерінен жаңағыдай ислам ғалымдарының айтқан, дәстүрлі ислам ғалымдарының еңбектерімен танысқан адамның салафизмнің артында жатқан абсурдты көреді. Ол абсурдқа алып келеді. Көп жағдайларда мысалы салафизмнің артында абсурд нәрселер тұр. Кейбір ақылға сыймайтын, дұрыс еместігіне көзі жетеді білім алған адам. Көбінесе салафизмді ұстанатындар олар эмоциямен, жаңағыдай бір қате бұрмаланған білімді ұстанып жүрген сондай азаматтар ғой. Ал нақты оның түбіне жеткеннен кейін олар ол нәрсені түсініп жатады. Ал енді бірақ мына бір нәрсеге де мән беру қажет. Оның барлығы аргумент арқылы, жаңағыдай бір теологиялық дискуссия жүргізу арқылы барлығы оңалып кетеді деген әрине сөз емес. Неге десеңіз, ол жерде деструктивті діни ағымға, радикалды діни ағымға кетіп жатқан, сол ағымның жетегінде кетіп жатқан азаматтардың барлығының себебі ол жаңағыдай теологиялық білімнің себебінен емес деп айтар едім. Өзімнің практикамнан айтатын болсақ, бір жас жігітпен өзім жолықтым. Ол сол радикалды діни ағымдардың өкілдерімен бірге жүрген, солардың жаңағы ықпалында болған, кейіннен түзету мекемесіне түскен, жазасын өтеп шыққан. Сол азамат мысалы не үшін сол ағымдармен жүргенде, мысалы қанша аргумент келтіресін, оған қанша түсіндірме жұмыстарын жүргізсін, бірақ ең соңында ол айтады, бауырым дейді, мен түсініп тұрмын дейді сенің айтып жатқан аргументтерін, бірақ мен олардан кете алмаймын, өйткені оларға мұқтаждығы бар. Олардан қаржылай көмек алып отырады. Олар оған түзету мекемесінде грев жасаған, былайша айтқанда көмек көрсеткен қаржылай, оның отбасына көмек көрсетіп тұрады. Одан кетіп қалса, ол былайша айтқанда өзінің материальный көмектен айырылып қалады. Сондықтан олармен жүрген оған тиімді. Біз адам деген кезде біз былай түсінуіміз қажет қой. Адам дегеніміз ол социальный животное деп айтады ғой. Ешқандай ол қоғамнан мұқтаж ол кейбір жағдайларда. Көбінесе салафизация, салафилік ағымдарға, деструктивті ағымдарға кету түзету мекемелерінде орын алады. Неге десеңіз, ол жақтарда өзі по черному жүретіндер деген сияқты өзінің касталары бөлінетін жүйелер бар ғой. Ал кейбір жағдайда сондай топтардан бөлініп қалған, сондай топтарға кіре алмай қалғандар мына діни жамағаттарға қосылып кететін болса, олар да бір түзету мекемелерінде бір топқа айналған. Соларға кіріп кету кейбір жағдайлар олар үшін тиімді болады. Қауіпсіздігі үшін, материалдық жағдайы үшін тиімді болады. Сол үшін ол топқа кіріп кету, былайша айтқанда олардың әлеуметтік қажеттіліктерін қанағаттандырғаннан кейін олар сол топтың ішінде жүруі мүмкін. Сондықтан да біз мына жат діни ағымның жетегінде кеткен азаматтардың әртүрлі себептері болатындығын ескере отырып, оңалту жұмыстары барысында оларға әлеуметтік көмек көрсету, оларды сол радикалды діни тобынан жаңағыдай жұлып алып, мына бір зайырлы ортаға немесе зайырлы ортаға бейімдеу, өзінің қоғамда орнын тауып беру деген сияқты нәрселерді қарастыруымыз қажет. Жақсы атап өттіңіз. Енді бұдан бөлек мынандай дүниелер кездесті ме өзіңіздің тәжірибеңізбен, немесе жалпы мысалы тек қана материалдық көмекпен жаңа байланған адамдар емес, одан бөлек жағдайы жақсы, толық қамтамасыз етілген, тіпті мықты лауазымда отырған азаматтар. Немесе енді бізде айтып жатады ғой, андай оқымаған, кішкене қараңғы адамдарда, сауат төмен адамдарда кіріп кетіп жатады деген секілді. Енді байқасақ, кейбір адамдар бірнеше диплом бар, қызылға бітірген, жас мамандықта оқыған азаматтардың өзі осы идеологияға кіріп, Сириядан, әртүрлі террорист топтардан бірақ шығып жатқандар да болды. Осы бір құбылысты қалай түсіндіруге болады жалпы? Ондай жағдайларда кездеседі. Бірақ енді біз жалпылама қараймыз ғой, енді ол жақта мысалы Астана қаласында сондай жамағаттар көбірек болуы мүмкін, басқа бір қалаларды қарасаң керісінше басқасы көп деген сияқты сондай. Ондай азаматтар да бар. Оның енді ол жерде де сол әлеуметтік себептер болуы мүмкін. Ол оларға мұқтаж емес, бірақ бәлкім ортасы сондай. Бастапқыдағы қалыптасқан өзінің ортасы сондай болғаннан кейін ол сол ортасымен араласып жүр әлгі уақытқа шейін деген сияқты. Немесе ол
қаржылай жаңағы бизнес партнер дейді ғой, солармен сондай бизнес партнер болуы да мүмкін, сондай жағдайларда болуы мүмкін. Енді мынандай нәрсе ғой, діни сауатсыздық деп айтармыз бәлкім, бірақ бір жағынан мынандай нәрсе де бар, бастапқы дәстүрлі діннен базаның қалыптаспауы. Бізде мысалы көбінесе ауылды жерлерде өскен азаматтар көбінесе білет, өзінің бісмілласын, фатихасын атасынан үйренген, бастапқы діни базасын өзіміздің дәстүрлі діни институттардан, аталар институтынан, әжелер институтынан қалыптастыра білген азаматтар бар. Ал қалада өскен, орыс тәрбиесінде өскен азаматтар, Петропавл қаласында, Павлодар қаласында, Екібастұз қалаларында, мысалы сол жақтарда көбінесе орыс тәрбиемен өскен азаматтар, олардың діни сауаты жоқ. Олар өздеріне айтылған сол уақыттағы радикалды идеологтарды міне ақиқат жолындағы ислам осы екен деп ойлап қалады. Және де сол біз байқағанымыздай, өкінішке орай сол деструктивті діни ағымның өкілдерінің, уағызшылары, насихатшылары керемет оратор болып келді. Олардың уағыз насихатын тыңдасаңыз, олардың сөйлеу мәнері керемет оратор болып келді. Бәлкім сондай бір арнайы дайындалған адамдар да шығар, бәлкім солар. Бірақ солардың нәтижесін тыңдап, солардың жетегінде кеткен де біздің жаңағыдай өзің айтқандай кәсіпкер азаматтар, жағдайы жақсы оқыған тоқыған азаматтар дінді дұрыс түсінбеу деп айтайықшы. Біздің олардың жаңағыдай ойында, олардың санасында дәстүрлі діннің бір образы қалыптаспағаннан кейін деп айтсақ та болады. Жақсы исламды ұстанғысы келеді, мұсылман болғысы келеді, бірақ қалай ұстанамын, қандай мұсылман, мен образы бар ма деген сияқты. Сол кезде бәлкім дәстүрлі институттар оған жетпеген, оған немесе енді түсіндіре алмаған, оған қанағаттанбаған, немесе ондай да болуы мүмкін. Одан кейін оған кішкене жаңағы деструктивті діни ағым өкілдерінің уағызы жақын болған болуы мүмкін. Шынымен де кейде бір адамда бір рухани вакуум пайда болғанда, енді іздейді, бір руханиятты іздейді, бір кезең келеді, бір өмірінде бір сәт келеді. Бізде қиындықтар болуы мүмкін, моральдық тұрғыда, психологиялық тұрғыда адамға көмек, қолдау қажет болуы мүмкін. Сол кезде сол сәйкес тұспа-тұс келіп қалса, оның қолдауды сол деструктивті діни ағым өкілдерінен көретін болса да, рухани тұрғыдан болсын, моральдық тұрғыдан басқа жан-жақтан, материалдық тұрғыдан болсын, сол кезде адам сол ортаға қарай жақындай түседі. Шынымен де осылай жаңағы ары қарай кіріп кетіп жатады. Енді біз енді деструктивті ағымдар жайлы енді әңгіме өтетін болсақ та арға кете береді, өте кең ауқымды, күрделі тақырып. Енді бір қорытынды сұрақ қойып кетсем, енді жалпыдан жастарға, енді өзіңіз айтып өттіңіз ғой, көбінесе бұл ұйымдарға жастар кіріп кетіп жатады, құрбаны осы жастар аудиториясы десек болады. Сақтану үшін әртүрлі ағымдардан қандай кеңестер беретін едіңіз? Бірінші кезекте жастарымыздың санасында сыни ойлау қабілетін қалыптастыру қажет дағдыларын. Ол енді мектеп программасына да енгізіп жатқан дүние ғой. Қарапайым жас буын қазіргі әсіресе ақпарат заманында өзіне қатысты шығып жатқан ақпараттарды, осы діни ақпараттарды саралай білу қажет. Мына бір ақпарат дұрыс па, өзі кішкене ақылына салып, интернетте TikTok болсын, Instagram болсын, уағыздар өте көп шығады. Жас буын оны енді Құранның аяты деп айтылғаннан кейін, пайғамбардың хадисі деп айтылғаннан кейін, бұл дұрыс екен, бұл ақиқат екен деп бірден қабылдап қалады ғой. Міне сол кезде жас буынның санасында сыни ойлау қалыптасатын болса, оны ажырата білу қажет. Өзінің ақыл ойы, Абай атамыз айтқандай, ақылды қарағылды 40-қа бөлмек, әр нәрсеге өзіндік баға бермек. Таразыда, қазыда өз бойында, ақылсыздың ермегі көппен дүрмек дегендей, ақыл деген жерде, сыни ойлау деген жерде фанатизм, фундаментализм деген нәрселер, соқыр еріп кету, эмоцияға салынып кету деген нәрсе болмайды. Жастық максимализм деген де бар, білесіз, жастық максимализм кезінде бәрін бір жаңағыдай бір нәрсені максимальный ұстағысы келіп тұрады. Дін деген кезде дінді ұстану осы екен деп жаңағыдай мүлдем баз кешіп, жаңағыдай бір отбасында конфликтті туындатып, сондай да болып жатуы мүмкін. Бірақ дін деген ол максимализм, эмоциямен болатын нәрсе емес. Дін деген ақылмен, сараптап, даналықпен, хикмет деп айтады ғой. Дінде даналық, хикмет деген нәрсе болу қажет. Осының барлығын меңгеру қажет. Яғни мына бір нәрсені түсіну қажет. Біз дін деген кезде құлшылық дейміз, жақсы. Дін деген кезде
не деп тағы айтамыз, Құран дейміз жақсы, сауап дейміз, күнә, халал, харам дейміз. Бірақ дін деген кезде ғылым деп те айтылу қажет. Дін ол өз алдына ғылым. Исламтану мысалы мамандығында біз исламды дін ретінде зерттейді, объект ретінде, зерттеу объектісі ретінде. Оның әр қайсына қатысты әдіснамасы бар, зерттелу жолдары бар, ғалымдары бар. Не үшін егер дінді бір рилспен оқып үйрене салатын болсақ, дінді біреу жаңағыдай интернетте отырып бір статья оқып білімді болып кететін болса, ол не үшін кезінде жаңағыдай үлкен ислам ғалымдары не үшін өмірін арнады, не үшін том-том кітаптар жазды. Қазір мысалы кітапханаға әртүрлі елдердегі ислам кітапханаларына баратын болсақ, том-томдаған, көптеген мыңдаған кітаптарды көреміз. Не үшін жазып жатыр, егер ол ислам деген бір қарапайым ат үсті қарай салатын мәселе болса. Сондықтан да дін деген кезде бірінші кезекте ол сыни ойлауды қосу қажет. Дін деген кезде тек қана соқыр еру емес, ақыл деген нәрсе қатар жүру қажет, рационалды ойлау деген нәрсе қатар жүру қажет. Одан бөлек ғылым екендігін түсіну қажет. Абай атамыздың жақсы тағы бір сөзін айтқым келіп тұр. Сая жүзер сайқалдар ғапыл қалар, ақиқат та діндағы тереңінде дейді. Ақиқат, дін деген нәрселер барлығы тереңде жатқан. Ол теңіздің түбінде жатқан жауһар тастардай, жақұт тастардай, оның барлығын терең үңіле білген, оны терең зерттей білген адам ғана түсіне алады. Сондықтан да жастарымызға діни мәселелерге қатысты ат үсті бір рилспен оқи салып, көре салып, мынау солай екен, мынау харам екен, мынау кәпір екен дей салмай, оның мамандарына жүгініп, оны егжей-тегжейлі түсініп, мән-жай ақ-қарасын ажыратып алу қажет деп кеңес берер едім. Керемет, пайдалы болды. Ақпаратыңыз, ойларыңыз енді көрініп тұр. Бұл тақырыпта өте жақсы білетініңіз. Енді уақыт қысқа, барлығын сыйғыза алмаймыз. Жаңа өзіңіз жақсы айттыңыз, дін деген ол экстремизм де емес, ол агрессия де емес, терроризм де емес. Бұл дін дегеніміз жаңа өзіңіз айтқандай парасат пайымды, даналықты, көркем мінезді, бір руханиятты талап ететін дүние. Сол себепті дінге ақылмен, парасат пайыммен келуіміз қажет. Жаңа Шәкәрім бабамыздың да сөзі бар ғой, таза ақылмен таппаған дін шын дін емес жындылық дейді. Деструктивті ағымдар жаңа айтып өткендей, адамның жаңа ақылын ойында тұмшалауға тырысады, ойландырмауға тырысады. Жаңа тағы бір сөзіңізді айтқандай, әлеуметтік желіден әйтеуір бір 10 видео сабақты қарап алады, өздерін ғұлама, бір ғалым сезініп жүретін жастар өте көп. Біреуге дінді үйреткісі келеді, ақиқатты үйреткісі келеді. Шын мәнінде ғалым болу үшін, дін туралы айту үшін қаншама адамдар өзінің ғұмырын арнаған, 1 жыл, 2 жыл емес, 5 жыл емес, ғұмырын арнап деңгейге жеткен. Енді сұхбатыңыз үшін көптен көп рахмет. Бүгін біздің аудиториямызға, көрермендерге де пайдалы болды деген сенімдеміз. Біздің YouTube каналымызға тіркеліп, лайк, комментарий қойып, осы бүгінгі подкастқа қатысты пікірлеріңізбен бөлісе кетсеңіздер. Қош, сау болыңыздар.